Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қарапайым заттардан печенье дайындайтын боламыз. Алдымен електен өткізілген ұнның үстіне разреттер араластырамыз. Үстіне сары майымызды салып, араластырамыз. Қолымызбен үгітіп шығамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды ағы мен сарысын ажыратамыз. Бізге сарысы керек болады. Үстіне қаймақ және шекер қосып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне қосамыз. Және бұны араластырып, қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Содан соң салафанға салып, холодильникке 10-15 минутқа қойып аламыз. Формасын келтіріп, 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыз.